Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен дәл осындай испанский чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Бірінші кезекте ыдысымызға бөлме температурасындағы творожный сырды салып, оның үстінен керек мөлшерде қант қосып, екеуін бірге араластырамыз. Біздің массаны араластырған кезде миксердің ең аз жылдамдығымен араластырыңыз, не болмаса венчикпен араластырсаңыз да болады. Және пайдаланатын ингредиенттердің барлығы бөлме температурасында болуы міндетті. Біздің творожный сыр мен қант біркелкі араласып болғаннан кейін оның үстінен жұмыртқа саламыз. 4 жұмыртқаны видеода көріп тұрғандарыңыздай шет-шетінен бір-бірден салып отырып араластырамыз. Барлық жұмыртқаны бірден салып араластырып жіберген жағдайда біздің массамыз өзі қатты сұйық болып, формасын ұстамай қалуы мүмкін. Сондықтан да видеода көрсетілгендей дәл осы рецептпен дайындауға тырысыңыздар. Және бұл массамыздың үстінен 33% сливкиді құйып, бұны да біркелкі етіп араластырып аламыз. Және келесі кезекте керек мөлшерде кукурузный крахмал қосамыз. Егер сізде кукурузный крахмал болмаған жағдайда, оның орнын ұнмен алмастырсаңыз болады. Біздің массаны миксермен араластырып болғаннан кейін, осындай қасықтың көмегімен жан-жағын жинап, тағы бір араластырып аламыз. Ал біздің массамыздың консистенциясы видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты сұйық емес, сәл қоюлау болуы керек. Менің формамның диаметрі 18 см болады, және оның астын осындай фольгамен және жан-жағын пергамент қағазымен қаптап осылай дайындап алдым. Енді осы жерге біз дайын болған массамызды құйып, және оны 210 градуста 40-45 минут пісіретін боламыз. Егер де қандай творожный сыр және сливки пайдаланатыныңызды білмесеңіз, дәл осы түрін алсаңыз болады. Өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Және сливкиден 33% осы Чудское озеро өте жақсы, қанық, тәтті дәм беретін болады. Біздің чизкейктің пісіп жатқанына 30 минут болды. Көріп тұрғандарыңыздай, кәдімгідей сарғайып, беті қызара бастаған. Мен бұдан қатты күйіп кетпес үшін бетіне фольга жауып, қайтадан 10 минутқа пешке салдым. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің чизкейк дайын болды. Енді бұның бетін ашып, шамамен 1-2 сағатқа суға қойып қоямыз. Толық суып болғаннан кейін холодильникке салып, ең кем дегенде 2 сағатқа, не болмаса 1 түнге қалдырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің чизкейк жаңадан піскен кезіне қарағанда 2 есе өзінің көлемін жоғалтқан. Яғни холодильникте тұрып, суып, толық дайын болған кезде осындай плотный болып, өзінің көлемі кішірейіп дайын болады. Және холодильникте неғұрлым көп уақыт ұстаған болсаңыз, чизкейк соғұрлым дәмді бола түседі. Егер де сіз испанский чизкейкті бірінші рет дайындайын деп тұрған болсаңыз, сенімді түрде дәл осы рецептпен дайындай берсеңіз болады. Әрине, алғашқыда көрген кезде беті күйіп кеткен сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ та испанский чизкейктің өз рецептісі бойынша беті осылай қоңырқай түске еніп тұруы керек. Міне бұл жерде ортасын кесіп көрсетіп жатырмын. Ортасы сондай плотный, шаймен ішкенге өте дәмді, сондай нәзік, жүрекке тимейтін өте жақсы десерттердің бірі. Және де испанский чизкейктің рецептісі бойынша бетіне осындай молочный шоколадтан қосамыз. Оның дәмі 2 есе ерекшелене түседі. Құрметті оқырмандар, дәл осы рецептпен дайындап, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар.
сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға рахмет.